Қазақ тілі сабағын бастаймыз. 18-ші сабақ. 33 және 34-ші беттерді ашып дайындала қойыңдар. Оқушылар, бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы сөйлеу мәдениетіне үйренемін деп аталады. Оқушылар, сөйлеу әдебінің жағдаяттары ретінде назар аудару және назарды өзіне аудару, амандасу, шақыру, өтініш, кеңес беру, ұсыныс жасау, қарсы болу, кешірім сұрау, көңіл айту, қошемет сөз айту, құттықтау, қоштасу және тағы да басқа түрлерді атауға болады. Оқушылар, мына ережелерді естеріңде мұқият сақтауға тырысыңдар. Сөйлемей тұрып, ойлан. Ол сөзді айтқанда адамды ренжітіп алмаймын ба деп ойлану керек екен. Себебі сөзді кері қайтара алмайсың. Оқушылар, бүгін сіздерге тапсырма. Алдымен дәптерлерімізді ашамыз, күннің жадын жазамыз. Бүгін қыркүйектің 25-і. Тақырыпты жазамыз. Сөйлеу мәдениетіне үйренемін. Егер күннің жадын жазып болған болсаңдар, тапсырмаға назар аударамыз. Айтылым және оқылым. 56-ші жаттығуға қарай қойыңдар. Өлеңді мұқият тыңда. Жылы жүрек, тәтті тіл, берекені берер біл. Ащы сөзді өзімшіл, өнері оның қалар тұл. Қатесін тапсаң, жұмсақ айт, ызаланбай сабыр қыл. Бұл өлең Шәкәрім Құдайбердіұлының өлеңі екен. Алдымен өлеңге қандай ат қояр едің? Өлеңді мәнерлеп оқып бере ғой. Араларыңда дөрекі сөйлейтін балалар кездесе ме? Жақсы. 57-ші жаттығуға назар аударамыз. Мысалды түсініп оқы. Балалар, менімен бірге оқып шыға қойыңдар. Үстел үстінде радио мен теледидар қатар тұратын. Үй ішіндегілер теледидарды қызықтайтын. Радионың бұған қатты намысы келетін. Сен келдіңде, мен ескерусіз қалдым дейтін ылғи. Теледидарды атарға оғы жоқ еді. Ал ол болса бұған еш ашуланбайтын. Екеуміз кезек-кезек сөйлесейік дейтін. Мен сөйлеп болған соң сен сөйле. Көрсетемін кезекті, деді радио қатты ашуланып. Тапқан екенсің ақымақты. Сөйтті де теледидармен қосыла сөйлеп, оны мазақ ете бастады. Тыңдап отырған иесі радионы өшіріп тастады. Оқушылар, сендер де менімен бірге оқып шықтыңдар ма? Жарайсыңдар. Мәтіннің мазмұнын айт. Радионыкі дұрыс па, теледидардікі дұрыс па? Қайсының әрекеті дұрыс емес? Неліктен? Оқушылар, ауызша тапсырманы кері байланыс арқылы жолдаймыз. Қазір кезекті жазылымға береміз. 58-ші жаттығу. Көшіріп, әдемілеп, ұқыпты жазуға талпын. 58-ші жаттығуды дәптерлеріңе әдемілеп жаза қойыңдар. Жазған мәтінді қай кезде қолданатынды айта қой. Жарайсыңдар оқушылар. Белсене қатысқан оқушыларға ең жоғарғы балл қойылады. Сау болыңыздар.